Al. Құрметті көрермендер, біз Үлек қауымындамыз. Ақшмара ауылынан 20 шақырымдай Тасорпа кен орнына бара жатқан жолда. Шындықты айтып бір кездегі күмбірлейді күмбездері данадай бір бекетке қоныс болған қазақ қаңыз орыс қырман таламай деп Светқали ағамыз айтқандай. Біздің бара жатқан жолдың бойында ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен Ерменбет би Тұрұлы 1818-1908 жылдары көше қарнымды тойдырған Хорезмнің ойы, Әмударияның бойы, көңіл қарнымды тойдырған тіл дарияның көзі Ерменбет бидің сөзі деп. Мынау бізде батпақ емес, кесіртке емес, мынау не, ешкемер ме? Ешкемер. Не дейді мынаны, ешкемер? Бұл құмдағы жерде болады ғой, да? Ал. Үркітің шал, көрейік. Абайла. Бұл шақпайды ғой, Тақалма жатыр. Зиян жоқ қой, да? Зиян жоқ. Түсің келістірген екен. Ал. Сәке. Мен не айтып жүрмін керек? Бізге таныстырып жібер. Біз қазір мынау Құдайға шүкір биыл жер от екен. Енді 4-5 жыл кәдімгі кенезеске өкіп қалған жерге ештеңе шықпай қалған жер еді ғой Маңғыстау. Биыл Аллаға шүкір жаңбыр көп. Құдай беріп жатыр. Міне тағы да күн бұлттанып тұр екен. Біз бүгін Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Ақшмара ауылының қасында қанша километр мына жер? 35 шақырым. Тасорпаға бара жатқан жолдың оң жағы ғой, жаңағы. Қандай қыстақ? Көшпенбет қыстағы. Көшпенбет деген бұл қауымның аты ма, құдықтың аты ма? Адам аты болғанын ау деймін. Осы жерде әулиелік қауым бар, Көшпенбет. Бұл бәйбішелердің қауымы деді ғой, да? Бәйбішелердің қауымы. Ал Көшпенбет қыстағынан, Көшпенбет ауылынан сіздерге жалынды сәлем, құрметті қазақ елі, құрметті әлем қазақтары. Биыл енді еңбек мамандықтарының жылы, еңбек адамының жылы деп жатыр ғой. Нағыз еңбек адамы міне. Біздің қазақтың байырғы кәсібі мал шаруашылығын дөңгелентіп отырған азамат Смағұл дейтін ағамыз. Сәке, таныстырып қой. Мынау мына жақта Ақшмара ғой, Ақшмара мына бағытта, мына столы болса қарай кетеді. Аха, мына тоқтың электр қуатты тартылған жақтан ауыл Ақшмара, яғни совхоздың орталығы. Сосын былай қарай жүрсек Қырғама, Қырға қарай өтеді. Маната. Сәйөтес. Манатадан былай Сәйөтес. Былай қарай ғой. Сосын ары қарай мына бағытқа жүрсек Тасорпа бағыты. Бұл Тасорпа теңізге апарады ғой. Солай ғой. Ар жағы Сор. Кен орны Тасорпа. А мына жақта былай қарай жүрсек? Былай қарай дейді. Сарғап. Осы не болып кете береді. Бұл жақта Жалпақ дейтін бар, соны ар жағы Сор. Былай қарай, ар қарай ұзалсаң Қаламқас. Енді картада теңіз былай айналатын болып тұр ғой, былай қарай. Солай. Енді мына жерде отырғаныңызға қанша уақыт болды? Қашаннан бері? Осы сіздің әкеңіздің де отырған жер осы маңда деп естідік қой, Осы жер. Қай маңда? Мына жерде Ақжал дейтін су бар. Сол жерде дейтін 40 жыл қоныстанған ата бабамыз дейміз ғой, әкеміз. Әкеңіздің аты? Әкеміздің аты Төлек. Төлек? Осы жерге келгенімізге 20 жылдай болды. 2006-та келдік. Осының бәрін өз қолымызбенен салып әкеміз осы 20-да өмірден өтті. Содан қалған мүліктер ғой. Енді малдың ең бірінші мәселесі су ғой. Суды қайдан ішесіз? Су Ақжал дейтін құдық, осы жерден 4,5 шақырым жерде. Ауылға қарай ма? Ауылға қарай. Ауыл бағытына. Суы ащы, тұщы? Ащы. Малға болады ғой, Малға болады, үйренген мал ішеді. Осы айналадағы ең ащы су біздікі осы. Шөп биыл қалай жер? Жердің кемі жоқ. Жер қоныс биыл болып тұр ғой. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Құрт дейтін не бар? Осы жылда ондай көп құрт болмайды еді. Әлі құрт жатыр, сол жердің несі шығар, көктігінің несі шығар. Ит құсы мәселесі қалай болып жатыр? Ит құсы ондай бәлендей көп жоқ. Қазір енді бұрынғыдай күрделі мәселе емес қой, Ондай емес бар. Қызыл қасқыр дейтін бар. Жақыннан пайда болған. Олдан да қорғануға болады ғой. Болады. Енді малға байланысты. Енді осы бір шаруалар айтады, мал бақсаң түйе бақ деп атады. Байлықтың белгісі өнет деген сияқты. Жылқы сәндіктің белгісі. Жылқы Құдай тағала өзі бағат, тәуекелмен жібере қоясың, өзі бағат дейді. Біреулер айтады, берекесі бар, қой бағу керек деп атады. Енді жалпы сіздің ойыңыз, как осы не шаруашылықта отырған адам ретінде қай малды көбірек ұстаған тиімді? Күшің жетсе қай-қайсысында берекеті бар осы. Жылқының да, түйенің де, қойдың да.
қойдың соңына енді постоянно жүресің ғой да. Қой енді күнделікті проблема. Күнделікті проблема. Аха. Қысы жазы соңында жүресің. Ал аяқ ұзын бар, ірі қара. Күн салқындарда өйтіп көп уайымдамайсың ғой, қайта қар жауып не істесе жылқы мал өзімен кетеді. Тамағын тауып. Түйе де ондай қатты немес қой. Енді шаруашылықта отырған азаматтарға бір ауыз тілегіңіз. Шаруашылықта отырған азаматтарға айтарым енді. Берекелі болсын баққан малдары. Жемісін көрсін дейміз ғой енді. Басқа не айтамыз енді. Мал өсуіне берсін. Енді Астанадан бүгін арнайы сіздің ауылға келіп жатырмыз. Мақсат сіздің бір Бертқан деген менің менімен аттас балаңыз бірге шығып жатыр, иә? Тұсауын кесу керек. Жасқа жетпей жүріп кеткен. Құдайға шүкір, тіл көзі аман болсын. Енді соған байланысты үлкен шара болып жатыр. Осында ағайын туыстар жиналып жатыр екен. Бізді дастарханға шақырып жатыр. Сондықтан тойыңыз құтты болсын. Аумин, айтқан кезде. Енді үйге кіреміз ғой, ә? Үйге кіреміз. Енді үй дегенде де бұл тек аты мал бағып отқан ауыл болмаса, интернет жоқ, Батыс Қазақстанның бәрі бар ғой, ә? Кәдімгі холодильникпен, кондиционермен, тоқпен отырған ауыл. Алла кәсібіңізге береке берсін. Малыңызда, жаныңыздың да басы қатар өссін. Аумин, айтқан. Ұрпағыңыз көп болсын. Ал олай болса, құрметті біздің көрермендер, Нұркеліп Смағұл дейтін ағамның, Нұрбеков Смағұл дейтін кенже ағамның шаңырағында болайын жатқан қуанышқа ортақтасып келіп жатырмыз. Осы кезген шаруаны дөңгелентіп алып кететін тек қана отбасының, әулеттің емес, осы республикалық дәрежеде өткен Ақшымыраудың 90 жылдығын дөңгелентіп өткізген комиссияның төрағасы болған ағаның шаңырағында біз бүгін өзіміздің бала кезімізді, қырда мал ауылда жүрген кезімізді еске түсіріп, шоқтың шайымен, семіз марқа қозының етімен қонақас дайындап жатыр екен. Ұрпақ көп болсын, ұлттық өнер төрде болсын, мал шаруашылығымен айналысып отқан азаматтардың барлығына кәсіптеріңізге береке берсін дейміз. Ал Маңғыстау Машайықтың басқан жері, талаптың тауда өрлеп тасқан жері деген осы. Кеттік олай болса, сіздерді Ақшымырауға шақырамыз. Ал кеттік, балалар қайдасыңдар? Жүрің ал. Міне атпен шықты біреуі мотоциклмен шықты. Ал абайлаң. Міне. Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы Ақшымырау ауылына қарасты Көшпенбет қыстағындағы жазғы демалыстағы балалар. Қайдасыңдар? Енді мен Смағұл дейтін шалдың немересімін ғой. Бертқан деген. Мына Смағұлдың баласы Бертқан, жалпы қазақтың Бертқандар жасай берсін. Үлкен Алатаудан аттайтын, Қаратауды қарғайтын, елдің отбасының емес, бүткіл орданың қамын ойлайтын азамат болсын. Ал бісміллә, менің қолым емес. Байлақ қоятын ба? Пенсия біраз бар сияқты. Қоя қойып тұр, ақшаны көргенде. Күрішті кластасың мен. Бұра мен тоққан заты мен, күріштің тоққан мен де тоқаймын. Қазір үйсе жазамыз ғой. Бұра не береме алып келді ма? Қоянбек. Кластасың ба екі өтімен. Ал, бісміллә. Елдің азаматы болсын ал. Елдің сөзін айтсын, ісін жасасын, әкесі сияқты, әкесінен де асатын азамат болсын ал. Бісміллә. Ал, кетті. Ал, бісміллә. Қайсысын аласың? Көрек. Қайсысын алар екен? Қамшыны алса малдың бәрі өзі олай көлайып тұрған сияқты ғой. Қайсысын мынаны алайық. Қайсысын аламыз? 8 арыз алайым дейді.
Сол кітаптан ана жақта. ұнамай тұрсыңдар деп тұрған сияқты. Қайсысы? Мынаны қара. Мына кітапты қара. Қайсысын аласың? Қайсысын аласың? Отырғыз ана. Міне. Мына мәшине бай боласың мынаны алсаң. Мынаны алсаң малды боласың. Мынаны алсаң білімді боласың. Қайсысын аласың? Көш. Қалау өзің. Мынаны алатса. Бұзайын дедің ғой баланы. Коррупция. Ай, бұл açış. Ай, тек тапсырмай. Как это сразу қайтса. Тым қызық емес солай Ал, әкім бол. Ал, ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін 2025 жылдың маусым айының нешесі? 21-і. Бейітхан Смағұл дейтін азаматтың тұсаукесері тойы басталып кетті. Енді бұл той Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Ақшымырау ауылына қарайтын Көшпенбет дейтін қыстақта мынандай қонақтармен отырмыз қазір. Осы шаңырақтың, шаруашылықтың иесі Смағұл дейтін ағам. Сәке, қолын көтеріп қой. Микрофон бар ғой сенде? Бар. Енді тойдың тақырыбынан бұрын мына келіп жатқан ағайындарды, көрші көлем, тумалас анамызды жайлап шеттен таныстырып қойсақ, қазір кімдермен дастархандас болып отырмыз. Сосын ары қарай әңгімені жалғастырамыз. Бұл енді дастарханның түсірілімі 1 сағат болады да, екінші түсірілім мына анамызды бөлек жеке жазайын деп отырмын. Өйткені қолынан шыққан нәрселер бар екен. Мен енді ұлттық нәрселерді насихаттаған жақсы көремін ғой. Сондықтан екінші бөлім осы мамамыздың қолынан шыққан нелерге арналады, жәдігерлерге. Оған дейін өзіңнен бастап қысқаша таныстырып жібер ал. Камера жазулы тұр. Шай іше берсеңіздер болады. Ал жақсал қош келдіңдер қонақтар. Бүгінгі не Бердіхан дейтін баламыздың тұсаукесер несі соған жиналып жатыр қой. Мерекесіне. Оған да өзіңді тұсауын кесіп кетті едім, аттас болғасын. Өзіңді еңбекқор азамат болсын деп. Басқа не айтамыз? Қадамы құтты болсын, болашағы жарқын болсын дейміз. Мынау ағайын тумаластарым енді. Үлкен той шаш алу, қызымның жасқа бару, алдағы уақытта бола жатар деп жүріп кеткесін жасап жатқан шағын мереке. Негізі туған күні? 19 апрель дейді. Ертерек шығып кеткен енді сәтсі. Пысықтығынан, өзінің етінің тірлігінің арқасында ма? 2 шай берді. Ал таныстыр деп аттың ғой, таныстыр жіберейін, төрден бастайын енді бүйтіп. Рет-ретіменен камераңды бұрып отырсаң. Күзенбай дейтін ағам. Әкемнің інісі 61 жылға. Ақтауда тұра ма? Ақшымырау ауылында тұрады. Әкімшілікте жұмыс жасайды. Одан кейінгі мына Қарамұртты Қосқанбай дейтін ағашым. Мәдениет үйінде қызмет жасайды. Тілің биліктен келіп отыр екен. Мынау Серік дейтін қайнағам жаңа Бердіханның нағашысы ғой. О да жаңа су мекемесінде жұмыс жасайды. Ұру қараш. Қарапайым адам жоқ екен бұл жерде. Иә. Мына Таңатар дейтін жиеніміз. Менімен құрдас әрі. Бұл Ақшымыраудың бүткіл қасабы. Осы жерде жолдасы бар қазір барармыз айналған уақытта. Ақылбек дейтін інім. Осы біздің ауылда кішкентайынан өскен Шынжыр дейтін, Алтын дейтін балдар бар. Танитын шығарсың. Құрттай балалық шағы біздің ауылда өтті деуге болады. Тексібайып мөбіректен бастап танымыз ғой. Танысаң. Ленин орденінен. Сосын ар жағына бір жібере ғой. Үгіт дейтін немер ағам. Ақшымырауға ең бірінші мейрамхана салған жігіт. Ақшымыраудан адамдар шұбырмасын қалаға деп. Оны тыңдап жатқан адамдар жоқ енді. Одан кейін Айтқали дейтін жігіт, менен кейінгі інім Қаламқаста жұмыс орны. Токыр. Айналдыра бересің ба? Одан кейінгі шешеміз біздің. Қай ауылдың қызы екенін айтып қой. Дәулеталы. Жар Дәулет ауылының. Салтанат дейтін жеңгеміз қара шаңырақта отырған. Нұржау дейтін ағамыздың жолдасы. Содан кейін Марина дейтін, Серік дейтін
нағашы ошо жаңағы Бердіхандардың. О Айша дейтін жеңгеміз. Мектеп ұстап тұрған, Тобанияз мектебі. Одан кейін Парида дейтін Таңатардың жолдасы мен бізбен Қол көтеріп қой. Тілің бір-біріне өткен әдемі келіншек таба алмай қаламыз. мұғалім мектепте. Bir қарай бір жібер ғой. Бұл кеатым жайлап. Бәрі көрініп тұр. Мынау мен кенже інім. Одан кейін Жақсат дейтін інім бар еді ортада. Екеуінің ортасында. Ол Қаламқаста. Соның жолдасы Жақсат дейтін Мейрамгүл дейтін. Балабақшаның директоры. Ақшымырау Айгүлек біт. Айгүлек. Ар жағындағы жолдасым ол сияқты. Сол кісіні ерекше таныстырсын. Ырысқұл дейді. Жаңа Бердіханның мамасы ғой. Етікшінің қыз дейді ғой. Ал Сағдат дейтін шалдың қолында келін. Мына Жақсылықтың жолдасы. Жары Кешенің қызы. Әбдібай дейтін шалды. Мұғалім. Ал осыменен осы салдың іші болып қалған сияқты таныстырылып. Енді Шай ішіп отыр. Шай ішіп отырайық сосын. Күзеке. Ағасыз ғой енді микрофон сізге. Бір ауыз елдің ақсақалдарының атынан, елдің азаматтарының атынан осы Дастархан ашық деп жариялап жіберсеңіз. Постоянно ашық болады ғой. Ал жақсы мына келіп жатқан қонақтар қош келдіңіздер дейміз ғой. Ініміз Смағұлдың баласы Бердіханның тұсаукесер тойына келіп жатырмыз. Қош келдіңіздер. Осындай тұсаукесер көбейе берсін, балдар ілгерілей берсін, білімді болсын, өнерлі болсын. Бердіхандай үлкен азамат болсын, Астана мен Ақшымырауның арасында шауып жүретін. Давай, сол үшін. Айтқаныңыз келсін. Сау болыңыз. Сіз де үлкен ақсақал болып отыра беріңіз. Кестіре алмаймын соны. Өзі уақыт жасап береді оны ақсақалшылықты. Мамаға бере ғой. Жайлап. Аналық тілегіңізді айтып жіберіңіз. Мынау енді немереңіз ғой, а? Осы Смағұлдан көретін немерелеріңіздің соңы болып қалмасын, кенжесі болып қалмасын деген тілек айтып отырып сізге сөз берейік. Ал, мынау бүткіл Ақшымыраудың 90 жылдық тойын ұйымдастырған бас ұйымдастырушы Смағұлдың анасы сөйлейін деп жатыр. Дұрыс айттым ба? Ал жақсы, рахмет енді. Алдындағы қонақтар қош келдіңдер. Смағұл жаңа баласы Бердіханның тұсауын кестіріп жатыр ғой енді. Елдің азаматы деп өзіңді шақырып тұсауын кестіріп жатыр. Рахмет, қолың құтты болсын. Смағұлдың баласы сені сау болып жақсы азамат, өздеріңде елдің азаматы болсын деп тілеймін. Ананың тілегі осы балдардың амандығы ғой. Балдарым аман болсын, ел аман болсын. Енді біздің орнымызды басып, осы шаруашылықты ұстап қалып жатыр. Рахмет. Мен де осы жерде 15 жылдай отырдым. Оның аржағында мына бір көрші қыстауда 25 жыл, 40 жыл шаруашылықта жүрдік енді. Артын балдарымыз жалғастырып жатыр. Аманшылық болсын енді. Осы балдарын қызықтап, ендері сау болып жүре берсін. Халық аман болсын, заман тыныш болсын, нанымыз көп болсын. Тек елімізде той болсын, жақсы заман болсын. Әумин. Жастар білімді болсын, жастар жетісіп, артын жалғастыра берсін. Тек тойда кездесек енді, аман жүр, қайда жүрсін. Микрофон маған бере қойсаңыз енді. Смағұл ағам нағашысынан бір адам сөйлесін. Сөйледі ме? Бердіханның нағашысынан бір адам сөйлесін деп жайлап. Кілең қара мен сары жуандаулары сөйлейді ғой енді. Ал, екеуі қатар, екі нағашы қатар отырып қалған екен. Ал жақсын етеміз енді. Аспақ апа, Смағұл, Рысқұл келін. Балдарының тұсаукесері құтты болсын. Бердіхан деп атын қойған екенсің, ініміздің атын. Үлкен азамат болсын деп. Бұл інімізді алыстан келіп міне кіші Бердіханның тұсауын кесіп жатыр екен. Соны жолын берсін дейміз ғой енді. Үлкен азамат болсын, ауырмасын, сырқалмасын. Білімді азамат болсын. Дені сау болсын тек, осы жерге той деп келейік тек. Ал жақсы той шығам. Мереке оң болсын. Бердіхан дейтін жен үлкен азамат болсын, тұсау кесу құтты болсын. Үлкен азамат болсын, елді басқаратын. Осы Бердіханға ұқсаған жігіт болсын дейміз. Дені сау болсын, жақсылықтар тек тойда кездесе берейік. Аман болың барлықтарында. Ал жақсы. Смағұл, Аппақ, Ырысгүл балдардың тұсауын кесіп жатсыңдар. Оң болсын.
үлкен азамат болсын өздеріндей. Алыста мына Бердіхан ініміз шақырып, осындай суретке түсіріп, құрметтеп жатсыңдар балдарды. Оң болсын. Дендерің сау болсын. Тойлағандарымыз той болсындар. Амин. Айтқаныңыз. Ал енді той тойлап жатқан ағайындарымыз, шешеміз бар, Сәке Рыскүл бар. Бердіханның жасы құтты болсын, шашы құтты болсын, тұсауы құтты болсын. Осы той болсын. Осы аталарындай, ағаларындай, әкесіндей белгілі азамат болсын елге. Жақсы тек жерден шыққан ұл ғой енді. Текті болады деп. Елге белгілі болсын деп Бердіханға тұсау кестіріп жатыр. Қолың құтты болсын. Аумин. Тек өйстіп Бердіхандар көбейе берсін. Жайлап па? Моддан қалып баратқан аты еді өзі. Жайлап жаңғыртып жатыр ғой. Тек қуанышқа дастарханға жиналайық осы үйге. Той болсын сол үшін. Аумин, айтқаныңыз. Ал жақсы мына баламыздың тұсауын кесіп жатыр екен. Смағұл оң болсын, қадамы құтты болсын. Дені сау болсын, тек дастарханың тойға жайылсын. Осындай ағайын тумаластардың арасында тек сыйлы болып жүре бер. Үлкен азамат болсын балам. Аумин. Ал жақсы ағайын, қош келдіңдер. Сәке, мерекең құтты болсын, оң болсын. Ініміздің қадамы құтты болсын. Бастарың аман, дендерің сау болсын деп. Тойда кездесейік. Ай, сау болсын. Ал жақсы мына Бердіханның тұсау кесін құтты болсын. Үлкен жігіт болсын, дені сау, халқына қалаулы, елеулі жігіт болып өсе берсін. Бердіхан тұсау кесіп жатқан бала құтты болсын, қолың құтты болсын. Аумин. Аманшылық болсын. Ал жақсы құдағай, Смағұл, Рыскүл, балдарың қадамы құтты болсын, дені сау болсын, үлкен азамат болып өсе берсін. Тойларың той қыласын, дастархан тойға жайылсын. Айтқаныңыз келсін. Қош келдіңдер. Ініміздің қадамы құтты болсын. Қолында құтты болсын кесіп жатқан. Бердіхан сияқты азамат жігіттердің тұсауын кесе бер. Үлкен азамат болсын, елдің атын шығарады. Аман болсын, дені сау болсын. Ал жақсы, құрметті тойшы қауым, бүгінгі енді баламыздың тойына қош келдіңдер. Тұсауын кесіп жатыр, жолы ақ болсын, қадамы құтты болсын, ең бастысы басының амандығы, дені сау болсын, әкесі сияқты жақсы елге танымал азамат болсын. Енді ауылымыздың атын шығарып жатыр ғой енді, 90 жылдық тойлап ұйымдастырып. Өз басының қамын ойлайтын емес, елді ойлайтын жақсы азамат болсын, дені сау болсын. Смағұл, Рыскүл, бүгінгі мерекелерің оң болсын. Кішкентайлардың қадамы құтты болсын алғашқы. Тек жасына жас қосыла берсін, дені сау болсын, үлкен азамат болып өсе берсін деймін. Тек дастархандарын осындай қуанышқа жайыла берсін. Аумин, айтқаныңыз. Сосын бір ауыздан не қылып қойды, жалғасын таба берсін енді. 50 бай, 60 байлар шыға берсін. Құрметті қонақтар, қош келдіңдер. Аға жеңеше кішкентайдан қадамы құтты болсын, бір жасы құтты болсын, дені сау болсын, тек қуантып жүре берсін. Дені сау болсын. Аумин, айтқаныңыз. Құрметті қонақтар, қош келдіңдер. Басымыз аман, деніміз сау болсын, тек осындай той дастарханда кездесе берейік. Осы айтылған тілектердің бәрі тек періштенің құлағына шалынсын. Бердіхан, саған да рахмет, мынау Астанадан келіп. Жасасын Бердіхандар. Кесіп жатқаныңа. Ақыл, саған да рахмет, күн демей, түн демей. Бердіханды алып келіп жатқаныңа. Ол аяғым жерге түсірген жоқ деймін кәдімгі, самолеттен сразу Нексияға. Бәріңізге де рахмет, сыйлап келіп жатқандарыңызға. Той дастарханда кездесе берейік. Ай, сау болсын. Құрметті көрермендер, мынау Ақшымыраудың қасында 40 километрге жуық жерде шоқтың шайын ішіп отырмыз. Смағұл ағамыз шаңырағынан той кетпесін. Бердіханның артынан ұлдар мен қыздар келе берсін. Осы қаумалап келген ағайынның ортасында Сәкеңнің мамасы, тумаластары шалқып отыра берейік, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жасасын қазақтың Бердіхандары. Деп қояйық.
Жансәуле Тілешер дейді ғой, бірінші классқа баратында бала бар сияқты. мына Қыдыралы дейтін Нұржау дейтін ағамыз болды, 1-2 жылдықта өмірден өтті. Менің әкемнің інісі, Күзекеңнің інісі болып келеді. Жұмыс бабы дейтін баласы ғой енді Қыдыралы дейтін. Жұмыс бабы дейтін Ақшымырауда газде аздап шөп шабатын кәсіпкерлігі бар енді, әкесінен қалған мұраны жалғастырып жатырған. Аздап тілегін айтып жіберсін. Бердіханның ағасы дей қояйық, Ал қонақтар, қош келдіңдер ағам шаңырағына. Үстіп, сыйласып, сіз біздесіп, осындай дастарханда жиналып жүре берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бердіхан деген ініміздің тұсаукесері құтты болсын, қадамы оң болсын, өмірге асқан қадамы нық болсын, басы аман, дені сау болсын, үлкен азамат болып өсе берсін. Осы Смағұл дейтін мен бая кішкентай кезімнен осы шаруаны қарық қылмасақ та осы мал ауылда жүрдік, осы 8-ші классқа дейін бекен. Атқа мінгізіп, оң солым танытуға енді көмектескен адамдардың бірі енді. Үлкен бапам болды осы жақта. Соның бәріне рахмет енді. Өйстіп жиналып жүре берейік. Осындай дастарханда кездесе берейік ал. Ай сау бол. Енің бауы берік. Ағам сияқты азамат болсын үлкен. Ай сау бол, айтқан кез. Асқа берекет, адамға қанағат, көл-пәледен аманет, не тілесің әзірет. Әулет Аллах акбар. Той қыласыз. Той қыласыз. Құрметті көрермендер, біз бүгін Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы Ақшымыра ауылының жанында 35-40 шақырым жердегі шаруашылықтамыз, мал шаруашылығы. Смағұл дейтін кенже ағамыздың шаңырағындамыз, енді сол Смағұл ағамыздың анасы. Апа, атыңыз? Атым Аппақ. Әкеңіздің аты? Мұрат. Аппақ Мұрат қыз деген апамыздың қол өнерін көріп қалып, апамды әдейі жазып алайын деп отырмын. Біздің отырған жеріміздің аты Көшменбет. Көшменбет деген жер екен. Осы Көшменбеттен тікелей түсірілім жасап отырмыз. Апа, енді өзіңіздің бірінші қысқаша өмірбаяныңызды айтып жіберіңіз. Қай ауылдың қызы едіңіз, қай жерде туылдыңыз, қай күні, әкеңіз туралы айтыңыз, анаңыз туралы айтыңыз, одан кейін келген ауылыңыз, одан кейін шалыңыз туралы қысқаша ақпарат беріңіз, одан кейін бала шағаңыз, қазіргі жағдайыңызды бір 5-10 минутқа сыйғызып айтып беріңіз өмірбаяныңызды қысқаша. Мен өзім енді атымды айттым ғой, атым Аппақ, әкемнің аты Мұрат. Осы Ақшымыра ауылының тумасымын. 1958 жыл дүниеге келдім. Әке-шешем мал бақты, мал ауылда өстік. Әке-шешеңіздің аты жөні? Әкемнің аты Мұрат, шешемнің аты Бұлжан. Ол кісілер қай жылғы адамдар? Олар 34 жылғы адамдар. Әкем өмірден өтті. Дәулеталы ма еді? Дәулеталы ұруы, 70 жыл. Шешем бар, қазір 85-те. Қайда, Ақшымыра отыра ма? Ол кісі қай ауылдың қызы? Ол Құлсарының қызы ұруы Низат. Таз? Таз, Серкеш. Серкеш? Серкеш. Нағашыларың Серкеш па сонда? Нағашыларым Серкеш ауылы. Ақшымыраудан 8 жылдық мектеп бітірдім, одан Қызаннан 11 жылдық мектеп бітірдім. Одан кейін мен семья жағдайына байланысты көп оқи алмадым. Бір бухгалтерлік оқып техникум. Избиркастыда жасадым. Содан кейін осы Кенже ауылына келін болдым 1979 жылы. Олақта ата-енеміз малда тұрады. Сонымен бірге мал бағып кеттік енді, жолдасым да мал бақты. Содан соң мал шаруашылығында 40 жылдай жүрдік. 5 бала тәрбиелеп өсірдік, 4 ұл бала, 1 қыз бала. Қазір әрқайсысы әр үйдің иесі. Қазір жасыңыз 70-ге жақындап қалды ма? 70-ге жақындап қалдым. Ұзақ жасаңыз, 100-ді көріңіз. Әумин, 100 жеткізсе. Енді жаңа не дейді, дәніккен түлкі құйрығымен ыңғазат дей ма? Мен осы мына мамаларды көргеннен кейін, бұрын жыр терме ақын сазгерлер насихаттайтын еді, мына мамалардың қол өнерін көргеннен кейін не деген жанкештілік, не деген қайраткерлік. Енді әрі 10 бала табады, әрі малдың жайы, әрі шалдың жайын ата-енені бағып отырып, содан үлгеріп, той садақаны түгендеп жүріп, мынандай өрмекпен айналысып, шығармашылықпен айналысып, қазақтың салт дәстүрін сақтаған мамаларды көрген кезде, енді осы кісілерде бір жазып қояйыншы деген талаптанып, қазір осы шеберліге қарай бұрып жатырмыз. Енді сіз мынау конкурсқа қатысып, я көрмеге қатысып, я баяғы Москваға фестивальге қатысқан атақты шебер болмасаңыз да, кезінде өзіңіздің киіз үйіңіздің нәрселерін өзіңіз жасап алған
шеберсіз ғой, дұрыс па? Иә, өзімнің Ол кезде енді бір кәдімгідей сол мұқтаждықтан, керек болғандықтан, адам киіз үйде тұрғандықтан жасадыңыздар ма? Әлде бір сондай бір науқан болды ма? Ол енді мына ата-енеміз киіз үй көтеріп, ағаш үйін тігіп берді. Қолынан жасаған шамасы келгенше басқұрым берді. Сосын енді бізде манағы ол жақта ағаш үй тігеді, көреміз ағаш үйді. Енді біздерде жас болдық қой, қазір кемпір болғанымыз. Үйімізде сәндеп, қатардан қалмай жақсы болған жақсы көріп, бау тоқыдық, басқұр тоқыдық, киізін басып, киізін бүтіндедік. Сол қазақтың өнері болғасын, мал шаруашылығында жүрсек те сондай істер жасадық. Осындай қазақтың өнері ғой енді, бізде қазақтың қызымыз үйреніп. Үйімізге алаша тоқыдық, азды көпті текемет бастық. Енді осы сіз сияқты кісілердің өмірбаянын қарап отырсақ, әуелде 7-8 жасында шешесі үйретеді екен де, сосын кейін келін болып келген ауылында енесі ары қарай жалғастырады, сонымен үлкен мықты шебер болып кетеді. Сіздің осы өрмек тоқуда, жалпы қолөнер шеберлігіндегі ұстаздарыңыз кімдер? Ең алғашқыдан бастап айтсаңыз. Біздің енді ұстазымыз шешеміз болды. Мамаңыз, иә? Иә, мамамыз болды, шешеміз болды. Біздер 5-6 класстан бастап жіңішкелі өрмектен таңқыш дейді ғой олақта. Мынандай қылып құрып берді, содан бастап үйрендік оқып жүргенде. Одан кейін бау тоқыдық. Сосын енді манағы өзінің бірге жүрген көңіл тату адамдардың алашасын тоқып бердік. Сол өнерді сөйтіп үйрендік. Сол кездерде шашақ жасауды, сегіз өрме өруді, сол шешеміз үйретті біздерге. Ол кезде сауда дейтін болмайды ғой, тегін жасап бересің. Иә, ол уақытта ондай сауда деген жоқ қой, қазіргідей сауда жоқ. Өзің қолыңның несі ғой енді, қол қайырма дейді ол уақытта, қазақша. Не деген сол кезде кеңпейіл дейміз, иә? Иә, ол уақытта қазақ кеңпейіл ғой, көңіл тату болады, көңіл шықпас болады. Сосын енді қолынан келіп қойсын, көмектесейін дейді жер бір-біріне ол заманда. Сондайдан үйрендік біздер. Енді Медина Орынбасарқызы деген Қазақстанның бас музейінде Астанада тұрған 7 қанатты киіз үйдің шебері айтады да, киіз үй деген ол қуыршақ сияқты дейді. Қалай сәндегің келеді, солай сәндей беруіңе болады, өзің мүмкіндігіңе қарай дейді да. Енді сол кездерде бір ерекше шеберлерді айтып өтіңізші, мысалы өзіңіз мойындаған, осы кісілер сияқты жасай алмадым ау дейтін кісілер, енді қазір өмірде бары бар, жоғы бар, алдыңғы буын шеберлерді айтып өтіңізші ауылда. Мысалы анау айтады ғой, үзікті кез келген адам жасауы мүмкін, бірақ жиектей алмайды дейді. Тағы біреу арқан есе алмайды деген сияқты. Өзіңіз кәдімгі мойындайтын осы Ақшымарау Қызанның төңірегінде өткен кісілерді атап өтіңізші. Бала күнімнен көріп жатқан мойындайтын адамдарым қазір бұл өмірде жоқ. Аттарын айтып өтіңіз, ана ұрпақтары мамасының атын айтқаннан кейін бір риза болып қалсын деп. Кім деген болды жаңағы? Ақереке дейтін болды, фамилиясы Мұсаев. Мұсаев Парқаттардың апасы. Ораған шиі, жасаған есігі, мен осы көрген жерімде де шеберлігі. Сосын Әрепен дейтін болды, осының қайыншысы Дәулеталы. Айынып қалқбай дейтін кісінің фамилиясы Қайырова шығар енді. Шеберлер ме? Бірақ олар бұл өмірде жоқ. Ораған шиі, ойған текеметі, жасаған есігі. Бала күнімізде көріп өстік, соған қызығатын едік енді. Мен бірақ өзім ши орауды біліп көргенменен орап көргенім жоқ. О, ши дейтін ол терең зат қой енді. Былай қарағанда терең емес, үйренген адам жасаған адам терең емес шығар енді. Қасында отырып. Оған да мықтылық керек шығар. Оны шымыраулы ши дейтін де ол кәдімгі оюды түсіру дейтін оңай емес қой ананың бәріне. Оюды түсіру оңай емес. Үлгіменен жасайды ол бірақ. Оның ана сіздердің кезіңізде шиді жүннен орап жасады ма, әлде жіппен жасады ма шидің бойын? Жүнмен орап жасады. Жүннен өніктірек болады ғой. Жүнді иіріп те жасады. Иіріп, жіңішке қылып иіріп орайды. Сосын енді мынандай оюға бүйтіп бір шиді салып отырып сызады. Сосын орап, тебенменен тізе береді. Оны 3 құлаш шиді сол түгел тізіп шығады. Орап, сосын барып бір-бірден тоқиды. Суғыр бар, жіптен. 2 жерінен тізеді. Тебенменен. Біз бала күнімізде көрген. Сәл қате кетіп қалса, ананың бәрін қайта сөгесің ғой, түгел тұтас түсу керек қой енді. Тұтас болып, өнер шығып, жүздері өнер шығу керек, мысалы мынандай болып шығу керек бірдей болып. Қандай өнер салса да. Көбіне жүздеріңмен бәтчай тұр ғой салатына. Шиге, шымыраулы шиге. Біздер сол бала күнімізде соларды көріп өстік енді. Бірақ енді өзім жасап көргенім жоқ оны. Ал енді мен өзімнің әрбір әжемен кездескен сайын өзімнің надан екенімді, өзімнің ұлтымның салт дәстүрін білмейтін ақымақ екендігімді біліп қалам да кейде. Әрбіреуіне байланысты қарайған сұрақ қоюға болады. Бәріне әжелер жауап береді. Енді мынандай сұрақ. Мына шымыраулы ши дейді ғой.
Иә. Соны бір әжеге сұрадым, неге шымырауыл ши деп атайды деп. Мына шымырауды көгендегенде ішін қалай өресің, анау да сондай қиын шаруа дейді да. Сондай деп айтып атады. Енді әр заттың өзінің ырымы, нелерін сұрап жүрем. Енді ала теруге байланысты айтайын. Сұрақтарымды қояйын. Мысалға киіз үй жасаған кезде сүйегін қайдан алдың десе, Бесқаладан алдық дейді. Қалғанын өзіміз жасадық дейді. Енді ала теруге байланысты біздің Маңғыстауда бояу шығаратын завод болған жоқ мысалы, иә. Енді әр керекте жаңа шөптің несімен істеген шығар. Бірақ бер керекте сіздердің кезіңізде бояу қайдан келді? Ол да Бесқаладан келді ме? Әлде осы жерде арнайы адам болды ма тасы әкеліп тұратын? Ол уақытта сол Бесқаладан келсе, базардан сатып алады. Бесқаладан келеді ғой ар жағы. Әкеліп сатады. Қағазға орап әкеліп сатады. Сосын ананда биткен шығарған өзінің биткен домалақ тиын сияқты домалақ түрі болды. Қазір бояудың бар жоғын білмеймін, біреулерден сұрасам, базарда бар ғой дейді. Қазір бояулар кішкене сапасы нелеу ғой деймін. Білмеймін депті енді. Мен мысалға мынандай нені әдейі мен автомойкаға апарып жуып көрсеттім. Дым бояу кетпейді. Тап-таза болады, қайтадан келе береді да. Енді сіздің қолыңыздан шыққан нәрселерді көрсетейін. Мынау 80-ші жылдары пайда болған трендтегі қазақтың ала теруіне мынандай гүл салатын, жапырақ салатын хит болған екен кезінде. Енді осыны сіз өзіңіз тоқыдым деп отырсыз ғой, иә? Бердіхан дейтін азаматтың тұсауын кестік, сол кезде осының үстінде ұлтын жақсы көретін бір жанашыр азамат болсын деп әдейі мамамыз ауылдан арқалап келген екен. Енді ала терудің бейнетіне байланысты айтайық, өткенде біз конкурс жасаған кезде айтты, сендер неге үлкен қылып жібердіңдер дейді. Жалпы ала терудің өзі стандарты бола ма? Мынандай болу керек деп, әлде сіздің құлашыңызға қарай, жеткен өреңізге қарай тоқи бересіз бе? Бұрын сөйтеді ғой. Жобамен қанша болады негізі? Жобамен енді мынау метр жарымға жететін жар ені. Метр елу? Метр елу. Былай қарай? 2-3? Сондай ғой. 3-ке жете ме мынау? 3-ке жетпейді ол? Жетпейтін жар. 3-ке жетпейді сияқты, 2,50 сондай. Негізі жоба осындай болады ғой. Жалпы сондай болады. Бұл сіздің өлшеммен есептегенде неше құлаш? 12 құлаш бар ма? Бар шығар, 12 құлаш. 12 құлаш болады ғой. 12 құлаш дегенің 18 метрдей, 20 метрдей ғой. Енді метр жарым деп есептегенде бір құлашты. Бұны қанша уақытта тоқитын едіңіз жас кезіңізде? Бір ала теруді? Тіпті білмеймін мен. Мынаны жалғыз өзім құрдым. Ана мал төлдейтін уақытта. Жалғыз өзім болғанда мана жүгіру бәрін бә түгел тана күзуді бәрін түгел. Өзім байлаймын. Жүгіріп. Енді жан жоқ. Балдарым сабақта. Мал ауылда отырамыз дейсіз. Мал ауылда, шалым қойда. Мынандай гүл алсам, осындай гүл өнер ол уақытта жаңадан шыққан осыны тоқым келіп, жепті иірдім, боядым. Сосын мына бір қарадың салмаған екенімді ойлаймын да, өзім толғындау өтін мына бір қызылмен жасылым. Соны құрып алып өзім бастап, мынандай бір құлаштың жарымдай тоқыдым, қалған қырға малайда көшіп кеткенде ағаш үйімді алып кеткенмін. Соның ішіне құрып тоқыдым. Қырдан? Иә. Ойдан бастап қырдан аяқтадыңыз ба сонда? Қырдан аяқтадым. Жобамен 10 күн, 20 күн, 6 ай? Жоқ, ай жарым есебі болған шығар сол. Ай жарым да? Ана шаруаның бәрін жасап жүргенде ғой? Енді сөйтесің ғой енді, малыңды жайлағаннан кейін сауғаннан кейін. Ай жарымда бітіруге болады? Иә, уақыт екі шаруаны балдар жасайды, үйдегі. Енді бұны туғанда осылай біліп туу керек пе, үйреніп алуға бола ма? Біліп тумайсың, үйренесің ғой, үйренетін зат қой. Ар жағында ниетің болу керек, ар жағында ниетің болу керек. Балдарды үйретуіміз керек соған. Енді сізден кейін немере қыздарым бар, соған ең болмаса бір кішкентай мынандай құрып беріп тоқтам деген бір уәдем бар еді, мен әлі жүріп. Сол уәдеңізді орындаңыз енді. Немерелер мына әжесін жақсы көретін немерелер қайда? Ал әжесін жақсы көретіндер қол соғып жіберіңіз шөйді. Қол соғып жіберіңіз әжесін жақсы көретіндер. Бұдан да үлкендері бар дейді, солар тоқиды енді, бұлар кішкентайлау. Қазақтың руханиятын ұстап қалатын шеберлер отыр міне. Ертең. Ана Димаштың 10 жасында бар ғой, болашақ Қазақстан Республикасының халық әртісі деп айтады да, әкесі. Сол айтқан біздің міне ала теру, ши тоқитын шеберлер Астанада музейде тұрады осы балдардың жасағаны. Бұйырса. Біздер сол бала күнімізде бұлардан сәл үлкендеу болдық, сол уақытта бірігіп ұршы, ол уақытта біздің заманымыз солайша ұршық үйретін едік. Үлкен қыздарға еліктеп, мамаларымыз жүнтіп береді. Сосын мынандай өрмек тоқып сөйтетін едім. Қазір енді бәрі дайын ғой. Қазір ұялы телефонға ауыстырып жібердік қой бәрін, сондай болды ма білмеймін. Қазір бәрі дайын. Әлде киіз үй жоқтықтан ба? Сол киіз үйімізді сәндеп, әдемі қылып, қуыршақ ұстатып, әдемілейміз деп ұмтылатын едік қой ол уақытта. Енді үзікке байланысты сұрақ қояйын. Жалпы киіз басу енді екі әйелдің біреуі білуі мүмкін. Үзікті де сон жобалатып білуі мүмкін, бірақ кеше Жарымшытақ апамның айтқаны, ана үзіктің бүйтіп айналып тұратын жері, иілетін жері.
соны жасайтын кезде адамның қолының қайраттылығы да керек екен да, шеберлікпен бірге. Енді сіздің қолыңыздан үзік жасау келе ме, келмей ме? Үзік тігіп көрдіңіз бе бұрын? Үзік тігіп көрген жоқ. Ал үйіңіздің үзіктерін кім жасады? Сол кісілердің атын айтыңыз. Жарнама болсын. Менің үзігімді енем көтеріп бергенде, енемдер тіккізді. Өзіңіздің енеңіз? Иә, ол жаңағы жиек деген. Өрішенің мамасы жиек деп еді. Атын айта алмайсыз ғой? Атын айта алмаймын. Айта алатын адам бар ма? Айтып жіберіңіз. Кетіп қалды бірақ ол. Өрішенің мамасы десек? Айбатша? Айбатша деген кісі ме? Ол кісі кім? Көрші, нағашы, жиен? Иә, енеміз ағайын. Кенженің кемпірі ме? Кенженің кемпірі. Дариғаның әжесі. Жаңағы қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі Дариға апайдың әжесі. Яғни ол кісі кәдімгідей дұрыс шебер болып тұр ғой, үзік жасай алғанына қарағанда. Ол дұрыс шебер адам. Заманда шебер адам. Осындай кісілерді айтсын деп сізден сұрап отырмын ғой, әдейі. Ана бұрынғы кісілерді айтпасақ, біз қазіргі жаңадан басталған тарих ол қатты қызық емес. Енді мен жаңағыдай іргелік, туырлық деген жеңіл-желпі кездерді жиектеймін енді. Енді мына Ақбасқұрға келейікші. Ақбасқұр бұл кілем мен алашаның қосындысы ғой, ә? Негізі. Бұда кілем тоқудың да стилі бар. Кілем тоқудың стилі. Алашаның де бар, ә? Мынау өзіңіздің тоққаныңыз ба сонда? Бұл менің тоққаным емес. Біреуге тоқыттым, өзімнің тоққаным ағаш үйімнің ішінде, ағаш үйім Ақшымырауда. Бірақ мен де тоқыдым. Дәл осындай болмаған менен. Мынау жаңағы өніп болмайтын, нағыз шеттігі осындай. Мақта жіптен тоқиды ғой, ә, фонын. Мынаны өзім білем ғой, не салсам да, ә? Тіпті адамның атын жазып қойуға да болады, ә? Иә, болады. Қазір көрсетіп жіберейін. Мынау кім дейді? Бақтыгүл дейді ал. Айгүл. Нағашы апамыздың қыздарының аты. Сіздің бе? Иә. Шалыңыздың нағашыларының бе? Иә, шалымның нағашылары. Айгүл. Бұлар бар адамдар ғой өмірде, ә? Жоқ, екеуі де өмірде жоқ. Онда аттарын айтып қояйық. Бақтыгүл, Айгүл дейді ал. Шеберлерге өйстіп тапсырыс берсеңіздер, өйстіп қалуға болады екен. Мынау бұл бір киіз үйге толық жетеді ғой, ә? Толық жетім кіремейді. Неше метр болады жалпы алты қанат үйдің несі стандарт? 12 құлаш болады. Неше метр екенін 12 құлаш болады ағаш үйге. 12 құлаш деген мынау дейтін метр жарым есептегенде 20 метрге жақындап қалады ғой, иә? Иә, 18 метр болатын шығар, 18 метр болады. Он жаңа бүйтіп іргесіне 18 метр жетеді. Кім дейді? Өтіп бара жатырмыз бір адамның атынан. Арай. Арай дейді. Немересінің аты ғой. Так, кеттік. Енді мынау дейтін 7 құлаш. Осының маған 5 құлашын тоқу арман еді, ол арман болып кететін шығар. Қой, арманыңыз орындалады ғой? Орындала ма, орындалмай ма? Бізде Астанаға бару арман ет бір күнде бардық қой. Онда тұрған ештеңе жоқ, тек ниетіңіз болса болды. Келіндер тоқса, осыған қарап отырып, әлі құрт берсем, күні түні келіндер. Енемін айтып отырып отқан ғой. Түгел оюды көрсетіп шығайық. Енем қатырады деп отқан шығар. Сіз айтсаңыз болды ғой, ары қарай орындамау өздерінің шаруасы ғой. Негізі кесілген әйелдің қолынан келеді шаруа негізі, ә? Келеді ғой. Бірақ ерінбеу керек, ә? Ерінбеу керек. Ерінбеу керек, келеді ғой. Сосын біз ойлаймыз ғой осы ала теру дегенде тек әйелдің жұмысы деп, сөйтсе ер адамның да көмектесу керек. Ер адамның да көмектесетін көп шаруасы бар екен. Қазық қағатын кезде, ненің кездерінде кәдімгі ер адамның күші керек болатын жерлері бар екен. Мына жердегі дейтін бала тоқиды, мына келіннің күйеуі. Нәскей тоқиды, өрмекте тоқиды ол. Келіншегіне үйретеді ғой. Ала теруді сол тоқиды шығар. Бұл. Бұйырса. Жаңа кім ба? Қанатбай қызы. Соның келіні ғой. Ол кісінікі әдемі еді негізі. Бірақ енді бір соқсам больницада укол алатын деген сияқты. Ойбай жазылып кетіңіз, бірінші очередь денсаулық деп. Алашасына қарап тоқыды ғой. Құрды ғой, ә? Айтпақшы, мынаны салған кезде қағазға бір демек сызып аласыз ба әлде баяғы ойыңыздан ұра бересіз бе? Мынаны үлгімен қараймыз. Осыдан мысалы мен құрдым ба? Мынаны қайсысын салғың келеді? Мына санап құрасың жебіңді. Осыдан қарап отырып саласың. Сонда мынаны астынан шығады, ә? Сосын қырқасыз ба? Кәдімгі кілем тоққандағыдай қиып. Байлайсың да қиып отырасың. Ойбай, мынау не деген бейнет, ә? Ана өзінің бір арнайы қайшысы болатын еді, басып еткен иілген, ә? Сон бетане мына жүніңді орап не аласың да, тұқсатып қиясың. Жүре береміз. Қайшыда жоқ шығар. Тіптен қандай жанкешілік деймін да? Қандай жанкешілік. Солай шығар. Және мысалға қазір бәрі бар ғой. Қазір мысалға жеңеше сен тоқсаң да, саған ақшасы дайын тұр ғой. Ақшаға сатып жіберуге болады, бәрі. Бұл кісілерді алдында айтып едім. Бүйтіп сұрап едім ғой, еңбекақыға не аласыңыз десем, сол күні етпен шай ішеміз дейді да. Бір шай береді дейді. Көпшілер олып отырып дейді. Басқа не береді десем, ештеңе дейді. Не деген? Өзі жатыр ғой енді. Не деген? Сосын бір көрші үйде басталса, кетеді дейді да, жазға дейін түгел ары қарай. Кәдімгідей мода.
Бұрынғы заманда сондай болды ғой. Каникулға шыққанда тек өрмек құрып. Сосын ана ауылдастардың аузының бір болу себебі деді бір әже айтты. Бір сәл бір не істеп қойса, қателік жасап, я бір керісіп қалса айтады екен. Сенің шаңырағыңды көтерісіп, уығыңды қадасып едім ау кезінде деп айтады екен да. Сонда ана ауылдың бірлігіне де киіз үйдің біраз несі бар екен. Бір-біріне сатқындық жасамауға, қиянат жасамауға, ауызбіршілікке біраз несі бар екен. Ағашы түккенде манағы уығын байласуға, шаңырағын көтерісуге бармаған, өліміне бармағанмен бірдей деп айтады дейді ғой. О, анан қара, не деген жауапкершілік, енелерім сөйтіп айтатын еді ғой. Не деген философия. Енді бұның сырты бір белады ғой, бұл двухсторонный емес қой, мынандай ғой. Жоқ. Теп-тегіс. Қалай қате жіберіп алмай, қалай қиып кетпей, қалай өтіп кетпей, қалай істейді, не деген. Енді мынандай не, апа, біз жақында ала теру аламаны деген, мен Алматыдағы ұлттық музейде кілемдер бөлімі деген бар екен. Бүткіл Қазақстанның шетелден жасалатын осы ағаш үйде қолданатын нәрселер кілемге қатысты. Алаша, ала теру, жүз теру, керме, айту, тоқылатын нәрсенің барлығына арналған бір энциклопедия бар, кітап бар. Соның үшін қарап отырдым да, жүз теру деген мен ала теру деген ұнады, бірақ жүз терудің ойы толық түседі екен де, түйенің табанын қысатып, біз енді эфирдің адамымыз ғой, камераның адамы. Эфирге көрсеткен кезде бір баданадай болып жапырақ қысап көрінеді екен да. Сосын оны қалаған жоқпыз да, осы арнайы кәдімгі ала теруді ғана таңдадық. Өйткені ала теру біріншіден ала болады екен, екіншіден нағыз шеберлер үш түрлі ою салып жібереді екен да. Кейбіреулер енді бір ойды үш рет қайталайды. Үш түрлі ою қатар түссе, бізге камерада әдемі көрінеді екен, көруге көркем көрінеді екен да. Сол үшін ала теру аламан деп алдық, бастадық. Енді сол кезде біраз адам қатысты, біраз адам орын алмай қалып ренжіді, біраз адам риза болды, біреулер 40 жылдан кейін қайтадан өрмекке отырды деген сияқты. Небір сарайлар мен сандықтар ашылды. Енді соңғы рет өрмекті қашан тоқыдыңыз деген сұрақ қояйын сізге. Бір мотивация болсын. Ең соңғы, осыдан 10 жыл бұрын ба, 5 жыл бұрын ба, әлде күні бүгінге дейін өрмегіңіз бар ма? Сіз сияқты бір қойып кеткен кісілер болса, мотивация болсын деп едім. Менің соңғы өрмегім бар ғой, бір ақбал тоқыдым. Мынандай түк салып, арасына өткізбе салып. Өткізбе деген не? Өткізбе дейді. Мынан түк емес түрін, мынандай. Мынаның кәдімгі жіп өткізген түрін да. Кәдімгі мынандай ала теру сияқты істеймен ба? Ала теру сияқты. Мына ақты мынандай, мынау түк қой. Тегіс түсетін түрі ғой. Жіп мынандай өтіп түсетін. Мынандай түрі. Өткізбейтін мынандай түрі. Бұл қай жыл еді? 1900? Ол дейтін қоңқа неше қойды екен айтады. Бәсе сол жоба екен біліп. Қоңқа алты оқитын жыл алды ақшан тоқыды ма? Нешінші? 90 неше болады? Онда Белгерекке дейін тоқыпсыңыз ғой? Иә. Сол малда жүріп тоқыдым, содан кейін өрмек тоқығам жоқ. Онда былай қылайық, бүйтіп келсек, келесі жылдың 2026 жылдың бюджетіне қаржы қойылып, бас жүлдеге 1 миллион теңге тігіліп, тек қана қойдың оригинал жібінен тоқу керек, мынандай оюды салу керек деген конкурс болайын деп жатыр, Алла қаласа. Енді болмай қалып жатса өтірікші болып қалармын, бірақ болуы мүмкін. Сондай қолдау бар. Біраз адам өткендегі біздің ала терудің конкурсында 500 мың теңге еңбегімізді ақтамайды, денсаулығымызды құртамыз, одан да той садақамызға барып жүре берейік деп небір шеберлер қатыспай қалды. Енді сол әжелердің ұсынысын біз қабылдап, бас жүлдеге 1 миллион теңге қойып өткізейін деп отырмыз, Алла қаласа. Енді соған қатысу мүмкіндігі бар ма сізде? Өзіңіздің енді ол жерде орын алу міндет емес. Ең бастысы Ақшымарауда тұратын мынандай әже тоқи алады деп көрсетуіміз керек сізде. Сіз сияқты кісілерді. Қараймыз ғой енді. Еру тұрған жібім бар. Бар ма жібіңіз? Жібім бар. Кәдімгі ала теруге жететін жіп. Иә, бір мөлшер жібім бар. Кәдімгі қойдың жүнінен. Бояулы. Бояусыз, бірақ бояуым бар. Бояу керек болса, Шайырда Райса деген апай сатады деп өткенде келіп айтып кетті кәдімгі. Оригинал бояу ешқандай кетпей. Сатады ма? Иә, кәдімгі сататын несі бар. Телефондары бәрі бар. Ажарқаның мамасы ма екен? Иә, дәл айтасыз. Сол кісі сатады деп айтты, кәдімгі әдейілеп тұр. Өзі келіп айтты, және осыдан 10 жыл бұрын мен айтып едім, осы ала теруді конкурс жасау керек деп, Бердіхан жасап атқанға рахмет деп, көз көрмей қалған екен, сахнаға шыға алмады, бірақ залда тұрып айтты, өсіп жасау керек, тоқтатпау керек деп айтты. Енді қатыссаңыз сәттілік, қазірден бастап дайындалыңыз. Сосын егер денсаулығым жетпейді десеңіз, сіз бастаңыз, сосын ары қарай келіндеріңіз жалғастырып аяқтаса да болады, бірақ атақ абырой сіздікі болады, оның ешқандай несі жоқ. Мен жамбасыма батама деп жүрген жебім бар. Содан құтылдым. Соны өзіңіз құтылыңыз десе, келіндерге проблема қалдырмайды. Әрі конкурс қатысасыз, қызыл кілеммен жүресіз, рахат емес пе? Звезда боласыз сол күні.
жұлдыз боласыз, яқтыға мінесіз. Әй сау болайын. Уақытында көреміз енді. Сол мына иіріп тұрған жібім бар еді. Соны осы мына ана ар жағында келінімді айтады. Қайта салам соны, мынаны қайтемін деймін. Боя шаш дейді маған күнде. Бұйырса онда болады. Сізге кәдімгідей сүйінші хабар айтып қояйық. Сосын әркімнің өзінің демеушісі келіп сахнада құттықтап жатқандар бар. Кеше бір апамыз мысалы миллион теңгелі болып қалды, ол орын алған жоқ. Бірақ 1 миллион теңгені әкелді, берді, ана әжем деген мәз сол күні ең плюске шыққан сол кісі болды. Ол жерде біздікі мерекелік көңіл күй, кәдімгідей ұлттық брендпен ұлттық нені алға шығаруымыз керек. Өйткені қазір кез келген өтірік нәрсенің рекламасы бар, кез келген өтірік нәрсе қымбат, бірақ нағыз маңдай тер еңбек өте арзан да. Мысалға мынаны мен қазір мен өйстіп айтайын, мына тұрған нәрсені, мысалға бір ағаш үйдікі жаңа неше 18 метр дедіңіз бе, соны 500 мың теңге дейді. Аз есептеңіз, оны 6 ай тоқисыз. Енді материалын есептемегеннің өзі бұл кемінде миллион теңге тұру керек менің есебім бойынша. Бірақ өкінішке орай ешкім алмайды, өтпейді дегеннен кейін жарнамасы аз болғаннан кейін сондай болып отырмыз. Ұлттық өнер төрде болсын, ұлттық өнер қымбат болсын дейміз. Енді киіз үйге байланысты айтып қалдыңыз ғой. Қазір мысалға қырғыздар алға шығып кетті бізден. Олардың боз үйі кәдімгі олимпиада деңгейінде. Кәдімгі мәшін тігеді, джип тігеді, боз үйді әкеліп тігесің, әдемісіне береді. Тез 9 минут, 10 минутқа жеткізбей тігетін шоу жасады олар. Бішкекте кәдімгі Астананың ортасында тұрып. Енді біздің арманымыз Ақтау қаласы жалпы киіз үй сақталу жөнінен Маңғыстау облысы да ғана көп киіз үй. Қалған жерлерде тіпті бір облыста бір киіз үй жоқ жерлер бар, мысалға. Сол байлығымызды пайдаланып, теңіздің жағасына 500 киіз үй тіккіміз келеді ғой. 500 киіз үй. Сосын сіздің еңбекақыңызды беріп қоямыз, 2 миллион береміз, сіз бір ай отырыңыз дейміз. Барасыз да отырасыз ғой, теңіз жағасы салқын, рахат, келген туристерге әңгімеңізді айтып қойып, мына таныстырып отырасыз. Сондай арман бар бізде. Енді ол киіз үйде топ өткізіп тігу үшін оның шашағын түгендеу керек, ала теруін түгендеу керек, текеметін түгендеу керек. Сол үшін мен сөзбен саздың бағдарламасын жасағанмын. Кеше ала теру өтті. Енді киізді өткізейін деп жатырмыз. Шашақ дайын тұр. Алла қаласа міне ертең таңертең 9-да 42 шашақ жасайтын шебер қатысады. Сіздің жерлестеріңіз де бар, Ақшмарал қызаннан да апаларымыз бар. Сәттілік тілейміз. Енді сөйтіп келіп көрсетіп дәлелдегіміз келеді ғой. Енді міне осының бәрі дайын тұр, осылай деп. Енді киіз үй қазір біздің есебімізде құрылыс жасап жатқан құрылысшыларға уақытша бере тұратын лашық, бірінші пайдаланатынымыз. Екінші, бетін әрі қылсын, адам өліп қалса, қара жамылған үйге тігетін, бір соңғы сапарға шығарып салатын инструмент ретінде ғана пайдаланып отырмыз. Қалған кезде тіпті киіз үйің бар болып тұрса да тойға тіге алмаймыз. Неге? Өйткені үлкен кісіден қайрат кеткен жастар оны қатты құлдай бермейді. Енді сіздің үйде киіз үй бар деп естіп отырмыз ғой, Бар. Неше қанат, қай жылғы киіз үй және ішіндегі заттарды кімдер жасаған? 6 қанат үйіміз. Сол өзіңіз бөлек шыққан кезде берген ба? Иә, 87 жылы көтеріп тігіп берді жаңа енеміз. Киізін жауып, жаңа 2-3 бауын басы қорын ұстап. Содан бір ұстап қалдым енді, ішіне өзім жетістіріп, жетіспесін. Тіккім келеді, ағаш үй жақсы көрем өзім. Бірақ қазір тігусіз тұр ғой, тігусіз тұр. Ол тігу үшін күш керек. Күш керек. Енді бізде мынандай үлкен кісілер қалаға көшіп кетеді, болмаса ана дүниеге көшіп кетеді. Содан кейін келіндері келеді де, Бердіхан осындай біздің мамадан қалған проблема бар еді, осыдан құтылуымыз керек. Піте жеп жатыр, тағы бірдеңе, су тегінге сатайын деп едім, мынандай деген сияқты да. Енді ол маған емес, маған оның сатқаны емес әңгіме. Әңгіме ана кісінің аманатын арқалап алып қала алмайды да. Сосын бір келіндер соқты маған. Біздің киіз үй неде тұрып, гаражда тұрып, піте жеп қойған. Ошын киіздер ағып кеткен, тек сүйегі қалған. Енді ол келін шетелде тұрады. Енді сол шетелде жатқан келінді енесі ұйықтатпайды екен. Бір апта түсіне көрген енесі. Келеді тек қылғындырады түнде. Сосын ана келін соқты маған. Мен мына енем түсіме кіреді, енемді түсімнен шығар Бердіхан, көмектес деп. Сосын оны шығаратын бір-ақ варианты бар, ағаш үйіңді қайтадан жасап шығасың дедік. Соған жақында 5 миллион теңге ақшасын шығарып жасатып жатырмыз. Толық кәдімгі түгел. Енді бұйырса енесі үстінен шығады. Енді соны айтайын деген мынау, келіндердің жауапкершілігі өте аз. Балалардың ұлттық өнерге деген қолдауы жоқтың қасы. Енді сіздерден кейін аяқталып қалайын тұр осы киіз үй мәселесі. Сіздер жанашырлықпен қарайсыз да, сосын енді біздерге келген кезде үзіліп қалайын тұрмыз. Енді сіздің киіз үйіңіз Алла қаласа тойға тігілсін. Енді сіздің киіз үйіңізде қалама, қалса қай балаңызға қалады, ол сіз ойламаңыз, тек қана менің үйім деп. Ол қазақтың ұлттық бренді тұрған, мемлекет қорғауға тиісті нәрсе негізі. Қалса қай балаңызға қалады, қай келініңізге қалады. Олар сата ма, сатпай ма, осы мәселені сіздің аузыңыздан тыңдағым келеді.
Жобамен айтсаңыз болады. Қайдан білейін? Мысалға, мына баламда қалуы мүмкін, я болмаса қалдырмайым, я болмаса сатып жіберемін деген сияқты. Жоқ, қалдырмай, енді мен оны ана жақта қалып кете алмаймын. Кейбір ана мысалы әжелеріміз бар, дейді. Менің 2 киіз үйім бар, мен өзім өліп қалсам осынан шығам, мынаны сатайын деп едім. 5 миллион теңге тұрады деген сияқты, өзінің аманатын айтып кететіндер бар. Я солай шығар, енді мен мына енді кенже балам қолында тұрам. Енді олай біле берсем, сол ағаш жемнен шыққым келеді, шамам келгенше. Кенже балаңыздың аты? Аты Жақсылық. Яғни сіздің қара шаңырақ Жақсылықта болады ғой, Ана ортадағы қызыл көйлекті елін. Сіздің бәрі жабылып істейтін шығар, енді үйді қайдан білейін. Осы кісілерге тапсырамыз. Биыл ойлап едім, тігіп осыларға көрсетем, қандай заты, қандай не еді. Ағаш үйді құрметтеме өзімізде мысалы тікпейміз жылда. Жылда тігіп, ішіне жатып, ана құтты немерелерімізге көрсетіп, ана жеріне бірдеңе жапсырып, әдемелеп сөйтсек үйренетін шығар деп ойлаймын кейде. Оларды мана енеміз сөйтіп еді, әжеміз сөйтті ау деп. Оны ойламайтын білмеймін. Бала көргенін жасайды ғой. Бала көргенін жасайды ғой. Сөйтіп тігіп қойсақ, ол ана келінімде де ағаш үй бар, екеуміздің қатар. Солай ма? Екеуміз де тігіп қойсақ, бөтен болмайды енді. Бұл кісі сізге қараған жастау кісі ғой дегенім ғой. Үміт көпірек. Жыртылған кездерін жөндесек, ағаш үй жақсы ғой. Негізі білген адамға ағаш үй дәл қазіргі кезде бизнес. Жақсы. Бизнес те. Қазір мысалы үзік тігу, үзік жасау 500 мың теңге. Үзік жасау 500 мың теңге. Жобамен айтып жатырмын, біреу миллионға тігуі мүмкін, біреу 200 мыңға тігуі мүмкін. Бірақ жобасы 500 мың теңге. Ала терудің ең төменінің өзі 200-250 мың теңге. Мысалы, жасаса, құнттаса шығады деп ойлаймын. Енді мен өзім қойшының баласымын ғой. Негізгі мақсат бұл жерде бір кемпірге 500 мың алып беру емес. Негізгі мақсат осы малды ұстап, соның бейнетін көріп отқан адамның қырыққан жүннің қызығын сахнаға шығару да менің мақсатым. Осы малды ұстап отырған адам дәрежесін көтеру да негізгі ар жағында негізгі еңбек. Негізгі еңбекті көрсету. Өйткені қазір жеңіл пайда табу, нәрсенің үстімен жүру деген сияқты да, ал негізгі ар жағында ұшан теңіз еңбекті жасап отырған, оны қойды бағып отқан адам, қойды қырыққан адам, оның жүнін сабаған адам, соның барлығы сахнаға шығып, негізгі жұлдыздар, негізгі ұлттың брендін ұстап отқан кісілер, солар деп айтқымыз келеді ғой. Енді соны қопыратып әйтеуір 13 әжені шығардық, бірақ енді естімеген сөзіміз жоқ. Үйден бастап сөз естіген, не қылайын деп жүрсің, ана кемпір ауырып қалсақ айтасың деген сияқты. Үйден шешемден бастадық. Бірақ енді Алла абырой беріп, 83-ке келген әженің өзі жақсы яқтың ішінде отырып, ауылына барды, барғаннан кейін соқтым, үйдемін, ауырып отқан жоқпын деп айтты. Енді келесі жылы конкурсқа сізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Сәттілік тілейміз, бас жүлде бұйырсын. Бас жүлде бұйырмай қалса да, қайныларыңыз, балаларыңыз, көршілеріңіз түгел қолдап, Ақшымарау алға деп шықсын. Сізді сахнадан көретін болайық, қызыл кілемнен көретін болайық. Өйткені сіздер айтпасаңыздар, біздерге жетпей қалады, сосын бізде жауапкершілік бізге айтқан жоқ, ол кісілер үндемей кетіп қалды деп айта салуымыз мүмкін. Сондықтан жауапкершілік сіздің мойныңызда болады. Сондықтан мына отырған келіндеріңіздің бәріне үйретіп, шама келгенше, енді бір қатты бір тыңдамай қалмаса, осы кісілерге үйретсеңіз, осы командамен бірге қатысып, мысалға Бәленшеевтер әулеті деп қатысуға болады. Түгіншеевтер әулеті, болмаса өзіңіз қатысуға болады. Осы конкурсқа қатысыңыз. Енді шашақ мәселесіне байланысты бір-екі сұрағым бар еді, қойып алайын. Мына уықтан салбырап тұратын шашақтардың саны нешеу болады? Шаңырақтан нешеу салбырап тұру керек төмен қарай? Осы шашақтар жөнінде айтып жіберсеңіз. Ол шашақты енді өзіңнің жағдайыңа қарап, өзіңнің мына сәндік көңіл күйіңе қарап жасайсың ғой енді. Кереге сайын біреу болу керек деп айтты өткенде бір апам. Ондай да болады. 6 қанат болса, 6 ау тұрса әдемі болады деген сияқты. Біреулер айтады, уқты жиілеп істей беруге де болады деді. Болады солай. Әркімнің өзі. Бізде мынандай сұрақ бар. Шаңырақтың оң және сол жағында екеуі тұрады дейді негізі. Бірақ алды мен артына да шашақ қойып жүргендер бар. Бұның қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс? Енді ол мана әркімдік өзіне дұрыс болады ғой, енді өзіңнің неңе қарай. Мүмкіндікке қарай ма? Мүмкіндігіне қарай бір, сосын өзің манағы сәндік, әсемдігіне қарай. Егер шашақты көбейте берсек, ол әбестік емес қой, болады ғой. Дым көп болғанда керегі жоқ, бірақ әйтеуір жобалап үйдің. Яғни жоба дегеніміз шаңырақта 4-ді настау керек, керегеде жобамен 10, 7, 9, 12 болып қалады. 12-де жоба, е? Сондай 12 болып қалады, енді әркім енді өзі шамасына қарай қояды ғой. Енді мынандай сұрақ бар. Шашақ жасаған кезде, біздің бала кезімізде көрген кезде, мамандардың жасағанда басының домалағы жүн болатын еді. Қойдың жүні болатын еді. Сосын
Жүн жоқ, тек келіп жіппен тұрып қалғандары бар. Болды. Ал моншақ дегендер бергеректе шықты ғой енді. Енді осыған байланысты мынандай спор бар. Екі түрлі ой бар да. Біреу айтады, енді ол кемпірлер қолына моншақ жетпегеннен кейін, заманында моншақ жоқ болғаннан кейін қолындағы бар нәрсесімен жасады дейді біреулер айтады. Біреулер айтады, жоқ, моншақ болса да осылай жасау керек, өйткені оригинал әжелеріміз солай жасады дейді. Сіздің ойыңыз қайсысы дұрыс? Сіз көрген кезде қайсысы болды? Мен көргенде біздерде ол уақытта моншақ жоқ шығар. Біздердікі жеп болды. Сосын берде мынандай бүйтіп жүн неғылатын. Домалақтап әдемі болып тұрады деп мына. Шашақты әдемі болады деп бер жанды жүннен жасадық мысалы. Негізі оригинал сол ғой. Негізі оригинал баяғы біз көрген бала күнімізде кемпірлердің варианты сол. Яғни біздікі дұрыс қой. Барымен жасаған шығар, заманына қарай шығар. Қазір моншақ та бар, бәрі де бар ғой, қандай қыламыз сізді. Ал жадағайдың шашағына байланысты айтыңызшы. Ұзындығы қанша болу керек, ені қанша болу керек енді. Салбыратып жүрмейтін шығар енді, оның да бір стандарты бар шығар, Мен салбыратпайтын шығар. Еніміздің 2-3 шашағы болды, біз көргенде сондай. Бір шашақ, содан кейін төмен жанында 2 шашақ болды. Бүйтіп ілгекті жапқан кезде келіп қайсып, мен бір-бірін айқасып қалатын бе, сондай болатын сияқты ғой. Жоқ, бүйтіп айқасып, мынандай жақындап бүйтеді ғой, мына екі жағынан тұрады, болды. Үстіңгі бетінде бір түйін түйеді ғой, бір түйіннен кейін бір шашақ, астына 2 түйін, 2 шашақ. Мына жағында сондай. 3 шашақ тұрады. Мына жағында 3, мына жағында 3. Болды, мына ілгегі бүйтіп тұрады. А бізде бесікте де шашақ болды ма осы? Бесікке де шашақ тағатын ба еді, шылдырлатып? Берді тақты ғой, ар жағында білмеймін, ар жағында. Ондай бесіктен көрген жоқсыз, Ол көргеніміз жоқ. Ертең Алла қаласа шашақ жасаушы қыз-келіншектердің конкурсы Қазақстанның 4-5 облысынан келеді. Сәттілік дейміз оларға. Сосын Шарқат дейтін апай өткенде Димашқа шашақ берді ғой. Енді статистика былай, фактімен айтқан кезде. Сол Түрксойдың концертінің ашылу салтанаты кезінде Димаштың рекламасынан кейін шашақтың бәсі көтерілді да. Енді біздің жаңа жұлдызда жүргендеріміз ондай ұлттық мәселелерге жоламайды. Димаш бөлек адам ғой енді. Келіп әдейі сол апамның қолынан келіп батасын алып, шашағын алып кетті да. Яғни бәсі көтерілді. Менде мынандай ой болады енді. Сонда даладан, алыстан келіп Димаш келіп көтеріп бермесе, сонда біз өзіміздің нәрсемізді өзіміз менсінбей, өзімізді өзіміз қолдамай жүре береміз ба деген бір заңды сұрақ бар. Енді мынандай сіздің өзіңіз тікелей шашақ сыйласыз ба, әлде біреуге сатып алдыңыз ба үйіңіздің шашағын? Үйіңіздің қазіргі құрайын тігейін деп отқан үйіңізде шашақ бар ғой, Шашағым бар, Ол өзіңіз жасадыңыз ба, әлде келіндеріңіз, абысындарыңыз, жеңгелеріңіз, көршілеріңіз кім жасады? Көбін өзім жасадым. Негізі өзіңіз жасадым. Енді оларды мен жіппен жасадым мен. Енді біздің жасап жатқан конкурсқа қатысуға мүмкіндігіңіз болмай қалды ма, естімей қалдыңыз ба? Оған мен қатыспаймын. Онда әдемі жасай алмаймын. Ол қазір үкіметтің жібіменен әдемелеп, моншақтап. 3 варианты бар бізде. Оригинал манағы жүннен жасайсың біреуін орташа варианты жадағайдікі, сосын үшіншісі қыздардың шашбауына тағатын шашақты, оны өзің білесің. Өзің фантазияңа қарай да, қалай жасағың келсе де. Сосын осы үшеуін үйден жасап келесің, сосын тапсырасың, қазылар алқасы 10 үздігін анықтап береді. Сосын 10 адам сахнаға шығарамыз да, сол жерден отырып түйін түйгіземіз. Сол жерден отырып жасаймыз да, тікелей эфирде отырып. Өзіңізге сенімсіздіктен қатыспай қалдыңыз ба, әлде мүмкіндігіңіз болмай қалды ма? Естімей қалдыңыз ба? Қашан шашақты ма? Оған мен естісем де не алғам, не алмаймын. Оған мен жағдайым келмейді енді. Неге ол ала теру сияқты қиын шаруа емес пе? Оны белім ауырады қазір, бір оған отыруым керек. Шашақ. Маған ол шашақ істегеннен маған мына ала теру тоққан оңай. Негізі ма? Өніктірек, ірі турайтын болып тұрсың ғой. Ондай ұсақ түйекпен айналыспаймын десеңші. Енді қолынан іс келетін, осы қазақтың өнерін өлтірмей отырған шеберлерге бір ауыз тілегіңіз эфир арқылы. Қазақтың шеберлері жасай берсін, табыстан табысқа жете берсін, дендері сау болсын. Бүйтіп бұрылып отырыңыз сәл экранға қарай. Сәттілік тілеймін оларға, денсаулық тілеймін. Шеберліктері арта берсін, жастарға үлгі өнеге бола берсін. Өнерлерін жастарға үйрете берсін. Қазақтың өнері жасай берсін. Әумин, айтқаныңыз келсін. Енді Алмас дейтін інімнің айтқаны бар ғой, ақшасы бар кез келген адам Америкаға баруы мүмкін, бірақ ақшымырау қызанға шаруасы түскен адам ғана келеді деп. Сол айтқан біздің шаруамыз түсіп келіп отырмыз ғой. Сондықтан сіздің аналық тілегіңіз барша қазақ еліне, сосын өзіңіздің бала шағаңыз, айналаңызға бір ауыз тілек. Қазақ ел аман болсын, бірінші. Тыныштық болсын заманымыз. Балдарымыз аман болсын, халық аман болсын. Заман тыныш болып, тамақтар тоқ болсын, өнерлер таси берсін. Саған да сәттілік тілеймін, аман жүр, рахмет келгеніңе.
Аумин. Осы өнеріңді үгіттей бер. Қазақ өнері арта берсін енді. Аумин айтқаныңыз. Жастар көбейе берсін. Қазақ өнерін ілгері алып жүретін. Сіздердің арқаларыңыз біздің хит болып жатқанбыз. Қазақ елі жасасын дейміз ғой енді. Ой, сау болыңыз. Қазақпыз ғой енді бәріміз де. Қазақтың тілегін тілейтін. Аумин. Аманташ болса бәрі де болады ғой, бала шағаман болсын. Амандықта жүздесіп жүре берейік. Онда келер жылы өтетін ала теру аламанына сізге, сіздің командаңызға сәттілік тілейміз. Әумин, рахмет. Бас жүлде алып, сол жерде Ақшымырау деп кәдімгідей дүркіретіп тойлап атайық. Әумин. Осы Ақшымыраудың әкімі Абзал деген інім бұны көрік. Биыл Тованиязға қатысты бір ойларыңыз болса, бәке айтып қойыңыз деп. Сосын өткенде жаңа Қанатбаева деген кісі қатысады деген кезде звондап біздің ауылдан осындай адам қатысайын деп жатыр екен деп айтты. Енді мен жалпы әкімдердің ұлттық өнерді қолдайтындығын көріп жатырмын соңғы кезде. Совет үстің әкімі Сабыржан дейтін кісі, бала, жігіт, әкім, сол Совет үстен қатып жатқан келіншекке қолдау көрсетіп кәдімгідей қаржылай спонсор тауып беріп қолдау көрсетіп жіберіпті да. Енді бұл жерден шығатын қорытынды ана Қызанның әкімі Балғабаев Ғабит деген ініміз Қызаннан қатысып жатқан екі келіншекке өзі ауырып жатса да Қызанның әкімшілігінің бас маманы бір келіншекті жіберіп сахнаға шығып құттықтап сыйлықтарын жасап жатыр да. Ал басқа ауылдың да әжелерінің ауылында әкім бар ғой, былай қарасаң. Әкімшілік жұмыс жасайды. Бірақ олардан мен ондай бір қатты ұлттық қолөнерді қолдауды көрген жоқпын, әжелер сезінген жоқ. Сондықтан мен осы Ақшымыраудың аналары түгел қатысса, оны әкім өзі алып барса, кәдімгі ана Ақтауда менің қасымда Ақшымырау ауылы шебер әжелер деген жазумен бір мәшін келіп тұрса, мысалы, соны дронмен түсіріп жатсақ, тіпті керемет болады ғой. Ауылымыздың атын шығарамыз, әрі сіздерге кәдімгідей үлкен қолдау болар еді. Енді негізгі кедергі ала теру тоқуға негізгі кедергі не? Денсаулық па, әлде той садақаны түгендеу ма? Денсаулық қой. Негіз денсаулық, той садақаға барып келгеннен тоқи бересіз ғой. Үлгеруге болады ғой негізі, той садақа кедергі деген ол ешқандай мәселе емес. Бұйырса сізге де сәттілік тілейміз, келесі жылы бас жүлде алыңыз. Енді ана осы камерадан өзіңді көрсету үшін шықпайсың деп айтатындар үшін мадам бір жасырынып отыр едім. Бірақ мына кісі Бердіханның әжесі ғой. Сондықтан сізбен бірге осылай жазылып қояйын деп жатырмын. Бердіхан деген ат енді мен білетін жерде қарадан шығып қан болған кенже Тобанияз Әлниязұлы дейтін атамыздың үлкен баласының аты Бердіхан болған екен. Ол кісіні де атып, қудалап, соттап, солай өлтірген екен. Содан бері қарай енді Аллаға шүкір Бердіхандар бар. Өрісбаев Бердіхан дейтін әкеміз бар. Сосын енді өзіңіздің қайныңыз болатын шығар. Қуанбаев Бердіхан дейтін ағамыз бар. Атақты Аралбай Қуанбаевтың баласы. Қайным болады. Сол Бердіхан деген аттар түгендейміз. Өзіміздің чатымыз бар. Бердіхандар деген, аттастар деген чатымыз бар. Бастығымыз жаңа сіздің қайныңыз Бердіхан деген. Сондай енді сол менен кейін 84 жылдан кейін Бердіхан деген ат модадан қалып қойған екен. Тек шалдарға қойылған, сосын соңғы жағы маған қойылған, сонымен қалған екен. Бүгін сіздің балаңыз Смағұлдың баласы Бердіханның тұсауын кесіп жатырмыз. Жалпы қазақтың Бердіхандары жасай берсін. Енді алғаннан гөрі берген жақсы ғой. Бердіхан дегендерде жаман жігіт болмайтынша халыққа берері көп балаңыз болсын деген тілек айтамыз. Аман болайық. Ақшымырау ауылына қарасты Көшпенбет деген шаруа қожалығынан сіздерге жалынды сәлем. Астана мен Ақшымыраудың арасында тойда мерекеде кейсейік. Амин. Аман болайық. Аналарымыз аман болсын.